Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біз кезекті подкастты бастаймыз. Бүгін бізде біздің клубтың арулары, лидерлер. Шетінен таныстырып өтейін. Олай болса, Әйгерім Асқар, бізде сеньор маркетинг директор СМД дейміз. Әлия Мамаева, безоплатное членство БЧ, біздің тілмен айтқан кезде тегін мүшесі клубтың. Ал сосын Әлия Соппекова, маркетинг директор МД. Асель Искакова, маркетинг директор. Сосын Әлия Байтөре, СМД, сеньор маркетинг директор. Олай болса, қош келдіңіздер. Клубқа жалпы қалай келдіңіздер? Соның шетінен өздеріңіз таныстырып, кім шақырды, историяларды айтып отырсақ. Әйгерім, өзіңнен бастаймыз ба? Әрине, рахмет, жалын, көп-көп. Сәлем достар, менің аты жөнім Әйгерім Асқар. Мен 28 маусым күні 2021 жылы осы Ингрупп корпорациясына, компаниясына қосылдым. Айта бер, кім шақырды? Қайттан бастаймыз ба деп па? Айта бер, ешқандай не жоқ. Эльнара шақырды? Иә. Мені 28 маусым күні 2021 жылы менің класстасым, яғни сыныптасым Эльнара Ерлан шақырған болатын. Сол кездері мен бас есепші мамандығында жұмыс жасайтын болатын. Қазіргі таңда да бас есепшімін. Қатар алып келе жатырмын Incruises компаниясымен және өзімнің жеке жұмысымда. Яғни біз осы 3 жыл болды келгеніме клубқа. Осы 3 жылдың ішінде негізі өзің немен айналысыз? Бухгалтериямен? Мен бас есепшімін, главный бухгалтер. Главный бухгалтер. Ал енді келесі кезекте Әлия Мамаева. Әлия, өзің қалай келдің? Енді мен аты жөнім қазір айтып жатсыздар. Әлия Мамаева. Мен Мамаева деп қана айтады. Осында Алиялар көп. Өйткені Алиялар көп. Алиялар айтады ғой, Соппекова, Мамаева. Иә, мен кезінде, білмеймін, кішкентай кезінде ойлайтын. Фамилиям әдемі, фамилияны шығарам деп шығып жатыр. Мамаева. Сигнал, Иә, сигнал. Енді клубқа қалай келдім десек, мен мұғаліммін, негізі мектепте жұмыс жасаймын қазіргі кезде. Орыс сыныптарға сабақ беремін. Иә. Енді клубқа келгенде, мені Алия, менің спонсорым, осыдан клубқа келмей тұра 2 жыл бұрын шақырған болатын. Ол кезде декреттімдамын. 2 жыл ма, 3 жыл ма, сондай. Шақырды маған: Алия, давай клубқа кіреміз, $100 жинаймыз, лайнерге мінеміз. Ойбай, мен декреттемін. Лайнер симайды, мен көз алдыма симайды. Неға симайды? Қайдағы лайнер, қайдағы $100, балаларым оқу бітіріп жатыр, мен декреттемін, андай проблема, короче. Солай деп мен бас тарттым одан. Бірақ бизнесті айтпады Алия. Ол кезде Алияны өзі де білмейді бизнесті. Сөйтіп уақыт өте келе мектепте жұмыс істеп жүріп, енді ойлана бастадым да, бір кезде бір моментте бір ой келеді. Уақыт деген өтіп жатыр. 45 жасқа келдім. 45 жасқа келіп не көрдім? Осы жұмыс, үй, күнделікті одно и то же повторяется, да? Проживаем вчерашний день дейміз ғой, сондай болып өмір кеткен, да? И сол кезде бір ойлана бастайсың екен, не сонда осымен бітті ма? Өмір мән мақсат осы ма деп? Жоқ, рас. Өмірдің бәрі осымен кете бере ма? Бір қызықсыз болып кетті, да? Бір ой түйдің ба? Иә, сол кезде мен бір андай не жаман бір әсерде болып, сондай настроением бұзылып сөйтіп жүргем. И сол уақытта Астанадан бір қыз звондады маған. Бұрын хабарласпаған, сондай. Екеуміз біраз әңгімелестік, балаларымыз да айтты, осындай өзгерістер бар өмірде деп. Одан кейін ол маған айтты: Алия, давай Incruisesқа сен кел, лайнермен саяхат жасайсың. Сол кезде ана симай тұрған лайнер жаңа алдыма келді ғой. Қазір айтып жатсам мурашки. Сол кезде мне саяхат, мне маған осы керек екен деген бір жанып өттім, да? Сол кезде Алия есіне түсті ме? Иә, сол кезде сразу Алия есіне түсті. Соппекова деді. Мен Майра да шақырған, сөзі Майра ренжімесін, қазір көретін шығар ол енді. Осы Ол кім Майрада? видеоны танысым, Аягөзде бірге, мен өзі Аягөздің тумасымын. Сөйтіп Алияға звондадым мен: Алиюш, сен Ингрузстасың ба? Иә, деп.
я готова дедім ғой. Тамаша. Осылай келдім. сөйтіп мен тіркелдім Өзім хабарласып Тамаша. өзім- Ана отказдардан қорықпау деген осы ғой міне. иә Дән егіп кеткен, Иә. дән өсті, хабарласты, келді. иә мен пістім қалай долго піспін иә Тамаша. әбден Жақсы пістің ғой, жатамайсың ғой. Главное. өзің Иә, шешім басты қабылдадың пістің. ғой ең Соның өзі жеңіс қой. зато ешқандай тоқтам как раз мен мамыр айында кірдім, апрель уақытында бізден неме жоқ мамырда кірдім, одан кейін июнь ғой иә июньде бізде не басталды, маусымда жоқ не басталды ана тексеру инкрузасты тексеріп жатты, сонда пирамида не маған пирамида деген былай уже дайынмын ғой мимо кетеді да анау шешім қабылдадым негатив қабылдамайды вообще негатив ешқандай, все вперед и все сондай Өзің сенімің мықты болды да. Иә. ешқандай Сенім мықты болса болды, ештеңе иә кедергі болмайды ғой. Ары қарай кеттік. Әлия Сопбекова. Біз өзіміз үшеуміз отырып бәріміз байланыспыз, біз байланыстымыз. Бір команда. Үшеуміз. Бір компанияда Зета деген компания бар, мебельная компания, бүкіл Қазақстан оны біледі. Сол жерде жұмыс істегенбіз, сол жерде танысқанбыз біз үшеуміз. Да? И біз Айгерім екеуміз коллегамыз, бухгалтерияда бірге жасаймыз. Сосын Мәссаған. жасағанбыз ғой, енді кейін басқа жұмыстарға кетіп қалдық та. Бірақ әлі де жаңағы связь дейді ғой, Араласып, үзілген жоқ, араласып Қарым-қатынас. қарым-қатынаса араласып тұрдық. Сол кезде бір күні Айканың инстаграмынан түнгі сағат 3-те жаңағы бір выходной инстаграм былай листать етеміз ғой, түнде ұйықтап бара жатқанда, ұйықтайын деп жатқанда сөйтіп қарасам инстаграмда бір адамның видеосы шығып жатыр да, Айгерімнің инстасынан. Ол мынау кім, бөтен еще мужчина деп қойып, мынау не айтып жатыр деп, не қылсақ қойған нағыз деп жаңа баса салам из-за любопытства. Сөйтіп кірсем, Айгерімнің несінде презентация Павелге жүргізіп жатыр екен. Осы кішкентай офиста бір 7-8 адам бар, тақтаға сызып. Презентация. Кәдімгі инкрузес компания, осы $100 саласыз, ол екі еселенеді, ол екі еселенген ақшамен жаңа бонустармен круиз брондайсыз. Сөйтіп выгодно дегеннен мен оны сразу түсініп алдым да, выгодасын. Мынау күшті компания екен. 1 сағат ерінбей сағат 4-ге дейін жаңа презентацияны көріп тастайсың. Ертеңінде чатқа Айгерім бывший бухгалтера Зеты деген чатымыз бар. Сол жерде чатқа жазамын, Айка сен бір күшті бір не идея, күшті бір не тема жүргізіп жүріп продвигать етіп. Қайда жүрсің өзі, не істеп жүрсің өзі? Компания айтып берсе деп, содан Айка бізді презентацияға шақырып, сөйтіп бір презентацияға барып, бір Алпамыс Шаримов как раз келіп қалыпты, ол сол кезде маркетинг директор. Сөйтіп презентация өткізеді, содан тыңдап, как раз Эльнара бар, Айгерім бар. Сөйтіп тыңдаймыз, сосын ұнатам. Мен жай ғана клиент болып кірем деп шешім қабылдап келгем. Бірақ сол жерде жаңағы қыздар тегін бармайсың ба, тегін бар мүмкіндігі бар, компания саған өзі бонусный балл береді, безоплатный член клуба болмайсың ба дегеннен кейін жарайды деп $295 кіріп, сөйтіп бастап кеттім. Міне 2,5 жыл болып қалды уже, сол уақыттың ішінде уже зойтып. Былтыр октябрь айында круизге бардым бірінші рет. Тамаша. Сөйтіп керемет осындай ортаға өте керемет, күшті. Тамаша. Солай келгем. Тамаша. Әсел Искакова. Иә. Мен қазіргі таңда маркетинг директормын. Бұл инкрузис компаниясына келу себебім менің группаласым Алия себепкер болған. Бірінші саяхатым менің Дубай болды. Дубайға саяхаттап келдім. Бір аптадан кейін уже мен саяхатқа ашықпын, шетелді көрдім деген сияқты. Бір аптадан кейін Алия звондап тұр маған. Осындай компания, сен уже Дубайға барып келдің ғой дейді. Тыңдап көрші мені деген сияқты. Тыңдап сосын мен уже жерден ұстап ше басайдан жүрген кезінде ұстап алайын. Менің уже миым розовый очки бар кезде саяхатқа ашық болып тұр да. Содан кейін мен сразу негатив ондай ештеңе айтқан жоқпын, сразу келістім, бірақ мен қазір емес дедім. Мен туған күнімді өткізіп алайын, сосын бірақ кірем деп айттым да. Негізі саяхат десе өзім ішкен асымды жерге қоятын адамдардың қатарынан санаймын өзімді. Жаңалдегі саяхаттаған жақсы көремін. Жаңалдегі ауылға немесе қалаға шыққанды жақсы көремін да. Саяхат менің өміріме бір жаңалдегі жарқын эмоциялар сылады. Жаңа көзімді ашты, ой өрісімді кеңейтті ше саяхат. Содан кейін мен осы инкрузис компаниясын Алия жақсылап түсіндіргеннен кейін уже сразу келістім.
сөйтіп 2 жыл болды бұл компанияға келгеніме. Аллаға шүкір. 2 круизда болдым, Алиямен бірге группаласым. Керемет саяхаттар, жарқын эмоциялар алдық. Балаларыма шетелді көрсеттім, күйеуіме көрсеттім. Сөйтіп, Құдай қаласа келесі айда, август айында 3-ші лайнерме отыратын болам, Греция. Беске острова. Тамаша. Саяхатым басталып кетті осылай. Тамаша. Міне. Ал Алия Байтөре, Ал енді не дейміз, сөзге кетеміз деп бастаймын. өзің қалай келдің? Мен негізінде запроспен келдім бұл компанияға. Шынымен қатты соған қазірде көзім жетеді да, запроспен келетін біздің инкрузис компаниясы. Себебі Алладан сұраған кезде қалай да кезіктіреді осы біздің компанияны. Тура инкрузиске тіркелмей тұрған кезде Турцияға барғанбыз жолдастарымызбен. Сол кезде мен Босфор суының қасында үлкен ақ кемені көргем. Жағалауда тұрған, келе жатқан. Сол кезде ойлағам, мынау бір керемет, бір қымбат, бір байлардың роскошный отдых деп ойлағам. Жолдасым да солай айтты, Алия, ол деген. Бірақ мен соншалықты ондай лайнерді енді көрмегенбіз ғой көзімізбен. Сөйтіп, тура сол шетелден келдім, қызып тұрған, сондай шетелге ашық бір дәмін көріп келгеннен кейін, бір аптадан кейін мен Эльнара Ерланмен танысам. Жаңадан сол жерде таныстық құрып, йогаға барып танысып, таңертең таныссамыз, кешке мені презентацияға шақырады. Саяхат ұнайды ма дейді. Маған бір 2-3 сұрақ қойды. Саяхат ұнайды ма, саяхаттан? Иә, деп мен әлі розовый очкиімді шешпеген ғой жерде. Иә, деп қойған жады, бірнеше рет. Сөйтіп, келсе, тыңдап кетсеш, презентация бізде сондай саяхат тақырыбы деді. Жарайды. Кешке келдім, сол күні тіркелдім. 2 сағатта. Өте тез шешім қабылдадым. Бірден иә дедім. Сонымен ашық болдым, солай келдім. Қазіргі таңда 2,5 жыл болды осы инкрузис компаниясында сеньор маркетинг директормын. Командамда бір 150-170-ке жуық адам бар. Оның 100-ге жуығы шетел көрді. Оның 27-сі алғашқы загранпаспорттарын. Қарсы болған жоқ па ешкім? Болды. Жолдасым қарсы болды. Мен презентацияны Эльнарадан тыңдап үйге барған кезде күйеуім қарсы болды. Ата-енем қарсы болды. Анам қарсы. Бүкіл маған жақын деген адамдардың бәрі қарсы болды. Бәрі қарсы болды. Мен керісінше олар мені қолдайды деп ойладым. Сөйтіп презентациядан барам, Әмір, помнишь, өткенде бір апта бұрын көрген ақ кеме? Тема екен, это реально оказывается десем, ой, это нереально деді. Сонымен вообще ұмыт деді, тоқтанавис деді маған, уже жалғастырма әңгімені. Сонымен қарсы болды. Бірақ мен қалай да көндірдім, сенген жоқ қой. Сенген жоқ. Мен не істеуім керек, оған сендіруім керек. Апару керек, отырғызу керек. Сонымен отырғыздық, апардым ғой, барын салдым. Жолдасым екеуміз алғашқы круизге барған кезде. Қай жаққа? 2 рет бар. Иә, 2 рет. Жоқ, мен 4 рет 4 круизде болдым. Жолдасын 2 рет барды. Европа еліне барған кезде, сол кезде ұнатты жолдасым. Сол кезде сенді ма? Мынау рас екен ғой деген сияқты. Сол кезде сенді, иә. Бизнес бастап кетті. Ал енді қазір, Алия, сол кезде сен маған көніп қоя салмағаныңа рахмет дейді. Молодец. Мойындай ма? Ашық. Иә, ашық айтады. Молодецсің, сен, сонда. Ой бермеген. Мойындауда Мен сонша қызық көрген. Себебі ол негізінде мен бұрындары саяхатқа ашық емес едім, ше? Керісінше ол ашық еді. Ал енді мен саяхат тақырыбына, клубына келгеннен кейін, ол мүлдем қатты ұнатты бұл жұмысты. Мүлдем қатты. Достары да осында деген сияқты. Қазір біздің қоршаған достарымыздың, жолдастарымыздың бәрі осы инкрузисте. Керемет. Ал енді сол, енді круизге шықтық деп айтып жатсыңдар ғой, сол круиздағы историялар болса, өздерің бастан өткен қызық историялар болады ма? Әртүрлі. Соны айтып кетсеңдер. История деген өте көп қой. Айкадегі алғашқы саяхатында күшті историясы. Айтсай онда. Только не Вирджиния, пожалуйста. Осы кезде мен 8 круиз бронь жасадым, соның ішінде жетеуіне барып келдік, аман есен. Бір круиз бізде Virginмен болды, 18 плюс қалған бір минут сөз бөлейін. Осы инкрузисте жүріп қанша мемлекет, қанша қалаға барды? Дәл осы 2,5 жылдың ішінде
21 мемлекет, 26 қаланы біз көрдік. Анамыз екеуміз Мәссаған. отбасымызбен сол кезде 28-інде мен онда как турист ретінде член партнер деп айтады ғой қазіргі кезекте. Эльнара Ерлан шақырған кезде мен клиент ретінде тіркелдім $200, одан кейін 28-і маған ақша керек деген екен. Бізде осындай нелер болды. Қызықты ситуациялар. Сол кезде мен франшизаны сатып алып, сразу бонустарда неше түрлі қаражаттар берген болатын. Сол 2021 жылы акциялар. Сол кезде мен франшизаны алып 28 маусым күні осы кірген болатын. Содан кейін бір айдан кейін 2 күнде 15 адамды тіркеу арқылы бізде Ермек Мұқашев наставниктеріміз өте мықты. Сол кісілердің арқасында 2 күнде 15 адам тіркеп 3 айдан кейін біздің 7 атамыз ел жер көрмеген лайнерге отырдық. Ең алғаш біздің MSC Virtuoso деген лайнер Катардан басталған болатын. Ой, бір жырымен қызық болды. То Эхтараз керек болды. То авиабилетіміз. Сондай күшті енді ситуациялар берді. Алла тағала соның барлығын қабылдап, соның барлығын жүктерді алып түзу жолмен. Ешқандай мұңаймай, қайғырмай. Ешқандай. Басты түк ұстап бізде. Мен соны қазір мутно есіме түсіріп жатырмын да. Иә. Паспортын таппай қалдың, сен сол кезде? Сол кезде, ол қызық жағдайлар болды. Эхтаразды бізге ешкім айтпады. Эхтараз толтыру керек екен деп. Ешкім білмейді ол жағын. Ол жағынан ешкім білмейді. Ол пандемияның кезі. Пандемияның кезінде 2 рет біз круизге барып келдік. MSC Virtuoso мен MSC Фантазияға. Ең алғаш сол Катар мемлекетін ашқан кезде Қазақстаннан біз анамыз, ағам үшеуміз ашқан болатынбыз. Сол кемені алып кеме 22 этаж, оған дайындық деген Маржанбай Мұратоваға звондаймын Астанаға, одан Ермекке шақырып аламын, сөйтіп кісілердің барлығын жұмылдырып, соған круизге дайындала бастадық. Бронь жасап болғаннан кейін регистрациясын өттік. Эхтаразын бізге ешкім айтқан жоқ. Сол уақытта ешкім білмейді ол. Ешкім білмейміз. Шықпаған ғой енді ол кезде. Шықпаған ғой енді ол кезде Катарға вообще. Ашық деген бізде сайт болып еді ғой бұрын. Сонымен QR-мен. Дәл сондай Катар еліне сондай QR керек болды Эхтараз деген. Сол мәселені бір шештік. Одан кейін біздің аэропортқа келген кезде параллельный командадан бір 2-3 қыздар болды, бізбен бірге ұшқан. Сол кісілердің бүкіл документтерін реттеп, столдың үстінде жинап, барлығын түгелдеп, сол моментте отель броньдап жасап болған кезде паспортым жоқ қой, загранпаспорт. Осын естігенмін айқаны. Менің ағама барам да и анама барам. Сіздер алдыңыздар ма деймін. Олар айтады, жоқ, біз алған жоқпыз. Сонда қайда менің загранпаспортым? Сол моментте сол бір қыз чемоданына еді, қалай айтамыз енді, нечаянно деп айтайық та енді, білмей абайсыз да, чемоданына салған екен. Ал өзінің документтері қолында тұр. Надо же. Сасқалақта қалған ғой мүмкін. Былай салып кеткен. Сол моментте бізде Эхтаразымыз жоқ приложениеда, авиабилетіміз қолымызда дайын тұр. Енді менеджер айтады ғой бізге, Qatar Airways-тың сіздер ұша алмайсыздар. Туда обратно билетіміз біздің күйіп кетті сол моментте. И загранпаспортым жоқ еще. Мәссі. Ал енді істейміз. Бүкіл тұрған бір 6 қыздар, 6 адам болып тұрдық. Сол 6-ымызды ғана жібермеді, қалған бәрі ұшып кетті. 6-ымызды ұшырмады. Енді кімнен көреміз? Сол 6 адамнан. Анама барам, ағама барам, жоқ, олар таппадық, білмейміз дейді. Сен өзің қолыңда ұстап жүргенсің дейді. Мен білем столдың үстіне қойғанымды. Бірақ уже не помню алғанымды. Сол моментте қызық ситуация болды. Камераға барам, таможниктерге барам, отырып алып, енді айтам ғой, мен загранпаспортым жоқ. Сіздерде камера болса, өтініш маған тауып берсеңіздер. И ол камерасының барлығын ашады да таможниктер отырған. И тауып береді ғой. Мына қыздың чемоданында барып, барып алайық деді ғой. Сондағы. Содан барып алдық, берді, үндемейді.
неге алдың десек айтпайды, сөйтіп кешірім де сұраған жоқ. Осы енді 3 жыл болды. Бір келіп кешірім сұраған да жоқ. Енді анам айтты енді. жоқ, бұл бір сынақ қой, адамды Сынақ сынау. қой. Сол кезде егер де жоқ болды, надоел все деп қайтып кетсең, қайтып кетесің де. Иә. Беріңе аяғына дейін. Сол кезде Эльмира Мұсылманқұлова, біздің Жұлдыз Мұсылманқұлованың анасы, звондап бір керемет бір сөз айтты да: сен дәл осы шакты өтпесең, сен қазір дәл сол моментте өзің қаласың артқа қарай. Осы жолдан өтетін болсаң, бұл ступенька. Бастамасы. Оны баспасаң, шықпасаң болмайды. Егер алға жылжимын, дамимын десең. Қазір баспалдақта басасың, әрі қарай алып кетесің, дамисың, өсесің. Өте керемет. Соны кәдімгі қайтпай, ары қарай дальше өз бетінен қайтпайша қайта шығып қайтыпты. Сол үшін бір қошемет. Жарайсың. Ол кезде еще жаңа пандемиядан шығып елдер, көбісі шыққан жоқ. Жоқ, енді ол кезде шынымен ғой, анау анасы бар, ағасы бар. Олар, мына не компания мынау, не клуб осы деп ше, олар да жақындарда айтуы мүмкін ғой, негатив ше. Не мынау, енді болмайды, қайтай салайық деп айтуы мүмкін. Қой болды бұны таста деп айтуы мүмкін, дұрыс па? Сол авиабилетіміз күйіп кетті, яғни туда обратно. Одан кейін самолеттан не істейміз біз? Қайтамыз үйге. Үйге прям аэропорттан қайттық, самолетіміз ұшып кетті, туда обратно күйіп кетті. Содан Қаскелеңге барып ойланамын, Ермекке звондаймын, не істейміз? Эльмира Татьяна осылай айтты, шешім қабылдадым, барам дедім. Сол моментте 2,5 миллион теңгеге авиабилет таптым. Шарджа, Алматы, Шарджа, Дубай, Катар. Дәл сол авиабилеттерді алып 2,5 миллионға 3 адамға. Сөйтіп аман-есен барып ұшып келдік. Енді ағамның айтатын сөзі: сен тіркелдің, енді мен тіркелдім, бизнес бастаймын, енді мамандығымды қоям дедім. Ол енді қарсы болды. Үйдегілер өте қарсылық білдірген менің ағам болды. Сосын айтты, ойлан деді, сен қанша жыл мысалы колледж оқыдың, университет оқыдың, сонда сен аласың да тастай саласың. Бәрін бір уақытта. Барлығын, тастай саласың да. Енді главный бухгалтер деген қанша жеттің еңбегің, 15 жыл мысалы қазір еңбегің да. Жеттің, тастай саласың да и бизнеске кіресің. Сетевой бизнес деп. Ол кісі түсінбеді ол кезде. Содан не деймін? Жарайды дедім, бірақ ішімнен мен өз шешім қабылдадым. Болды, мен күресті жұмыс жасаймын, бастаймын, команда құрам. И солай келе-келе сол Шарджадан алдық, енді өте керемет авиарейс болды. Самолеттен ұшып бардық. Гаухар Айбарованы көрдік. Гаухар Айбарова сосын бүкіл командасымен Меккеге, Мединаға бара жатыр екен. Шарджадан ол кісілер Меккеге ұшып кетті. Сол уақытта маған бата берді. Бата беріп, Барбадан бата алған. Пай шіркін. Жолымды ашты, енді не болса да. Лайнерге барып, енді круизный терминалдан өтіп, регистрацияны кірейін деп жатқан кезде ағам айтады: шынымен рас екен ғой, 22 этаж алып кеме. Лайнерді көріп, рас екен ғой деді ма? Рас екен деді. Содан кірген кезде 2-3 күндей аквапарктан түспей суға шомылып. Ағаң ба? Ағам аквапарктан сөйтіп шомылып, 22-ші палубадан сөйтіп қызықты сәттерді. Қошемет. Сол жерде Керемет айтаның мінезі ғой негізі, егер қайсарлығы. Сондай ғой. Егер де қоя салса бітті ағасы да сол мнениеда қалып жүрді өзінде. Содан кейін былай ғой, шығынсыз кіріс кірмейді деген сияқты. Шығынсыз, қанша шығын, миллиондаған шығын деп санай берсең, бірақ қанша кіріс кірді одан кейін. Одан кейін қаншама эмоция, қаншама нелер қалды мысалы, дұрыс па? Алла өзі кедергі қояды ғой, сен дайынсың ба, жоқсың ба? Сен осыны ала аласың ба, жоқ па деген бір кедергілер қояды. Көтере алатын сынақты бер. Айка көтере алатын болып тұр ғой. Көтере алады, шешім қабылдай алады. Шешім мен табандылық бұл жақта. Табандылық өте керемет. Шешім мен табандылықтың арқасында сол 2-ші круизге бронь жасаған кезде ол да бір қызық болды. 2-ші круиз MSC фантазиямыз, ол да пандемия кезінде марттың 8 март күні, 8 наурыз күні Парижден, Марсельден басталатын болды.
сол екінші круизімізде бізді лайнерге кіргізбейді ғой. Мәссаған. Пересадкамен біз венгерский визаны аламыз. Алматы, Венгрия, Будапештте бір апта боламыз да. Будапешт, Париж, Парижде 1-2 күн болып, Парижден одан Марсельге барамыз. Сол Марсельде Әсел деген біздің Жұлдыз Мұсыманқұлованың партнері, қазір маркетинг директор, қарсы алады, бізді қыдыртады, Марсельде өзі тұрады отбасымен. Сөйтіп бізді таксиге отырғызып жібереді. Түстен кейін, енді түсте бізде сағат 2-де регистрация. Иә. Ал енді барамыз Не үшін терминалға. кіргізбейді? Сол уақытта бізде шамалы кикілжіңдер болып жатты ғой. СНГ-ның халықтары, Европаның халықтары деген. Сол СНГ-ның, иә, сіздер Россия, СНГ барлықтарыңыз бірдейсіздер, удостоверениеңізді беріңіздер дейді. Ал ол кісілерде ВНЖ бар екен, Европалықтар. Украинец, мысалы, белорус барлығы ВНЖ-мен жүреді екен, да? Ал бізде удостоверение сұрайды, бізде паспорт. Сол моментте бір сағат 6-ға дейін тұрдық. Содан кейін бүкіл протокол, енді барлық бірінші ситуацияны өткеннен кейін бірінші круизге барамын, екінші круиз дайындалып барамын от души. Сөйтіп барлық протоколды бір неше 30 лист протокол. Соның барлығын распечатать етсем, ерінбей, и соны көрсетем ба. Офицерді шақырыңыз, офицермен жеке бет-бет сөйлесейін. Сол офицер шығады, қандай кінәрат бар бізде? Не үшін біз кірмейміз? Қай заңда сізде жазылған, что Европаның халықтары мен СНГ-ның халықтары жеке бөлек кіру керек деген. Иә. Барлық лайнер барша халықтарға 207 мемлекетке ашық. Иә. Қай жақта жазылып тұр ережесі? Протоколды ашыңыз да маған көрсетіңіз, міне. Деп көрсетем да. Сол кезде бір ләм демейді, бірден ашады да бізді сютқа етуға. Мәссаған. Сютқа. Сваровский магазины бар бізде, шопинг жасайтындар. Екі алқа бізге адамыз екеумізге 8-ші наурызға. Андай сынақтардан Сынақтардан өткеннен кейін үлкен бір сыйлығын жаңағы күн шығады. Сол сыйды дайындап тұруға алады. Сағат 6-да күнде бер деп тұр ғой біз. Ал уже лайнер кетіп бара жатыр. Сосын офицерді ең соңында офицер шықпады, 6-ға дейін күттік та, енді бұл кісілер кетпейді деп, мен 6-ға дейін күтіп, сөйтіп 6-да шығарды. Регистрацияның бәрі жауып кеткен. Түннен кейін таң атады деген осы ғой. Қабылдаған жоқ. Ол осы бір-ақ не ғой сенде бұл, одан кейінгі бәрі гладко ғой. Одан кейінгі опытная стала. Одан кейінгі 3-ші круизіміз, иә, Алланың қалауымен. 3, 4 деп кете берді ғой. 3-ші круизіміз, оның барлығы, енді қазіргі сәтте, 8 круиз бойынша салғанда 142 адам командамыздан круизге шығып келді. Қазір Құдай қаласа бізде 30 адамды дайындап отырмын. Осы сентябрь айына дейін 200 круизерді командамыздан шығару. Әні? Тамаша. Жетістік қой. Тамаша. Ал Әлия Мамаева ханым өзің бір